Сонда бір әйел сұрақ қояды екен звондап. Күйеуім ішіп келеді, түнде болмайды, болса кеш келеді, ішіп келеді. Бір күн Құран оқып отырмын, Құранды жыртта туалетке лақтырып жүрді дейді. Күпірлік қой. Күпірлік негізінде. Құранды жыртып туалетке лақтыру деген амалмен болатын күпірлік. Енді ол әйелдің тақуалығы, шейх, мен мынау еркекпен қалай тұрамын, мен тұра алмаймын. Не дейсіз? Қалай үкімі дегенде сұрайды екен, неше балаң бар? Яғни мен бұны тастап кетіп қалам дейді екен. Балаларымды, күйеуімді бәрін тастап кетіп қалам, мен мынаумен тұра алмаймын. Сонда сұрайды екен, неше балаң бар? 5 балам бар. Оны асырай аласың ба? Асырай алмаймын. Кішкентай әйел. Әкесін қайда тұрады? Ауылда тұрады. Ауылға барып тұра аласың ба? Жоқ, ол жаққа, ол жағдайлар төмен емес. Көмектесетін адам бар, көмектесетін адам жоқ. Онша сабыр ет дейді екен. Сабыр ет, дұға қыл күйеуіңе. Түнде тұрып тахажжуд. Өйткені сен қазір бұны тастап кететін болсаң, бір алқаш ертең 6 тауға айналады дейді. Анау 5 баласы бәрі соны алқашқа айналып, алқашқа жүреді, сен оны тәрбиелемесең. Сондықтан бір алқашты тастап кетесің, 6 алқаш пайда болады. Сондықтан оны тастап кетпе, сен сабыр ет, дұға қыл, дұғада бол. Сөйтіп 1-2 жылдан кейін ба, жаңағы шейх тағы да телевидениеге шықса, жаңа әйел звондап отырды. Шейх, мен таныдыңыз ба деп. Жоқ. Пәленше жыл осындай, 1-2 жыл бұрын ба, 1 жыл бұрын ба, есіңізде ме, мен сізге звондап күйеуім осындай деп. Түнімен тұрып тахажжуд оқып, Аллаға дұға қылып, альхамдулилля. Қазір күйеуім ең бірінші таң намазына барып азан айтатын болып жүрді мешітте. Ең бірінші таң намазына барып, мешіттің есігін ашып азан айтады. 5 уақыт намазды түгел мешітте оқиды. Сондай тақуа болып кетті деп, ана қуанғаннан жылап жатыр дейді да.